Баршаңызға қайырлы күн достар. Тағы да мен есімім Айгерім, танымайтын болып келіп мүмкін біреулер танымайтын шығарсыздар. Менің үлкен ұлым, есімі Айбек, қазіргі таңда 6 класты бітірді. Егер сіздің де балаңыз әлі де кішкентай болса, 6 классқа жетпеген болса, сіздерде мүмкіндіктеріңіз бар. Қазақстанда танымал мектептердің сұранысқа ие, өте жоғары дәрежеде жаңағы баланы дайындайтын, болашаққа университетке дайындайтын мектептерді түсуге не істеу керектігін айтатын боламын. Яғни бұл мектептер НИШ, Назарбаевтың зияткерлік мектебі, РФМШ Республиканская физико-математическая школа және бұрынғы КТЛ, яғни Казка турист лицей, Қазақстанда бұл білім инновациялық лицей деп аталады. Және де біздің Астанада Зерде деген мектеп бар, ол да дарынды балаларға арналған мектеп. Ал ендеше кеттік, мен бастайын сіздерге әңгімемді. Жалпы менің балам ең басында садик кезінде ешқандай да білімге құштарлығы жоқ етін. Мен содан уайымдап, балам қалай болады, не болады, мектепке барғанда қалай оқиды деп қатты уайымдадым. Содан садиктен 5 жасында шығарып алдым да центр развития іздедім. Центр развитияның 3-4-еуін аралап, ақырында бір неге тоқтадым, бір центр развития тоқтадым. Сол жердегі мұғалімдер бірден білмейсің мұғалімді қандай екен, бірақ мұғалім баланың білім барысында қандай екен маған көріне бастады уже. Сол кезде баланың дамып шыққанынан қарағанда мен сол кезде түсіндім, күшті мұғалім екенін түсіндім. Сол кезде сол жерде мұғалім, центр развитияда мұғалім бір 2 айдай берді. 2 айдың ішінде балам өте күшті білім өсті, білімге деген құштарлығы арта бастады. 2 ай өткеннен мұғалім алды, басқа жақ центр развитияға ауысып кетті. Бірақ ол центр развитияның сол кезде бағасы ол бізде 2007-те, сол кездің өзінде 40 мың теңге етін, 2007-те. Содан, жоқ, 2017-те, кешіріңіздер, 2017-те 40 мың теңге етін. Біз үшін кәдімгідей ақша етін, бірақ мен баламның болашағы үшін жарайды деп сол центр развитияға бердім. Алдыңғы центр развития 25 мың теңге етін, жарайды балам болашағы үшін деп сол мұғалімнің артынан барып, іздеп барып 40 мың теңге ай сайын төлеп отырдық. Сол мұғалімнің арқасында балам білімі қатты көтерілді, білімге деген, математикаға деген математикаға ғашық бола бастады өзі. Содан кейін балам өте білімді болып шықты. Сол 1 жылдың ішінде өте дарынды бала болып шықты кәдімгідей. Сол өзінің жасына жетпей, бала уже мындықты, спокойно, яғни бала 7 жасқа жетпей, яғни мектепке бармай тұрып, уже спокойно 10 мыңға дейін есеп шығара беретін. Содан мен баламды аядым. Қалай мен бұны жайған мектепке бере салам деп. Содан кейін мектеп іздей бастадым. Үй жақтан мектепті бергім келген жоқ. Ол жердегі біраз кісілерден естідім, білім нашар деген естідім, бірақ содан кейін біреулерден естідім, алысқа апарма, ең бастысы мұғалім, мектеп емес мұғалімге байланысты деп. Сосын үйдің жанында мектепке бардым да, мұғаліммен директордың алдына жеке кіріп сөйлестім. Маған жақсы мұғалім тауып беріңіз, мен балам осындай дәрежелі, ертең сіздердің мектептеріңізде атын шығарады, олимпиадаларға қатысады деп директорды өтіндім. Содан кейін ол кісі маған өте жақсы білімді, жаңағы квалификация жоғары мұғалімді таңдап берді. Сол кісіні оқыдық. Одан қарай содан кейін сөйтіп оқып жүргенде біз басқа мектепке ауыстық. Ол жердегі жаңағы мұғалімді кетіп қалды аяқ астынан, ол жерден кейін басқа мұғалім болып, одан кейін сыныптастармен жөнді тіл табыса алмай, содан басқа мектепке ауыстырдым баламды. Содан мектепке ауысты, бірақ құдайға шүкір білімі төмендеген жоқ, ештеңе нашарлаған жоқ. Сол кезде мен біреулерден естідім, қазір есімде жоқ. 6 класстан кейін 7 классқа өткен кезде балада мүмкіндік болады, грант ұтып алуға мүмкіндік болады деп естідім. Содан ол үшін не істеу керек? Зерделі дегенді естідім. Маған оны мектепке ауысқан кезде сол жердегі 7 класс сынып жетекшісі айтты, Айбек өте дарынды бала, осындай біздің сыныпта бір бала бар, сол зерделі дамыту орталығына барады. Неге сен де соған балаңды бермейсің деді. Сонымен барып жаңағы ата-анамен сөйлестім, қалай не деп еді. Түсіндірді осындай көше бойында, біз осыған барамыз деп. Соны түскен 4 класстан бастап баламды сол жаққа апара бастадым. Осы неге дайындалсын деп. Ол жерде 4 класста, 5 класста бала аптасына 3 рет барып жүрді. 3 рет барып, шатаспасам 3 сағаттан дайындалды, математика, логика және де ағылшынға біз басында бер жүрдік, бірақ ағылшын балам не алмады. Қиын маған, мен түсінбей жүрмін, олар бірден көп сөздіктер береді, кейде мен өтпеген тақырыптарды түсіндіреді деп енді ол жерде алдында оқыған балалар бар ғой, соны сәл түсінбей қалды, түсінбейтін тақырыптар болды. Сосын ағылшыннан шығарып алды, тек қана математика мен логикаға барып жүрді. Содан енді 6 классқа келген кезде бірақ жаздыгүн демалатын, 9 ай барып жаздыгүн демалатын. 6 классқа келген кезде жарты жылда бұл жерде зерделінің жақсы жері, бұлар яғни баланың
келген бетте бір топқа мысалы дамыту орталықта 3-4 топ болады ғой, иә, 3-4 топ болады. Олар ол жерде баланың білім деңгейіне қарай топтарға бөлінеді. Яғни сіздің балаңыз білмейді, бірінші айда келгенде қандай білім деңгейі жоғары ма төмен білмейді олар. Олар алады да ең төменгі топқа жаңағы қандай топта бала саны аз, сол топқа сіздің балаңызды жібереді. Одан кейін баланы ай сайын емтихан өткізеді. Емтихан өткізіп баланың білім деңгейін тексереді. Сөйтіп бірте-бірте несін группасын жоғарылатады. Яғни білім деңгейі жоғары болса, жоғары ең күштілерден деген, яғни бұған бұған жаңағы конкурент бола алатын балалардың қасына бірге оқытады. Сөйтіп балам бірінші топқа ауысты 6 класста. Жарты жыл бойы бұларда аптасына 3 рет болып жүрді. Кейін бізге айтты, декабрь айында Назарбаев мектебі январына қарай документтерді қабылдау бастайды. Сол кезде жаңағы документтердің құжаттарын тапсырасыздар деді. Сосын январь айынан бастап уже зерделі орталығында интенсивті дайындық басталды. Яғни бала бұл жерде күнде даже суббота, воскресенье күні сабаққа зерделікке барып жүрді. Бұл жерде 3 сағаттан суббота күні 2 сағат, шатаспасам, воскресенье күні тоже 2 сағат. Сөйтіп біз аптасына 7 күн бойы дайындалдық. Бұл жерде ағылшын да кірді, математика да кірді, жаңағы логикалық есептерді кірді. Бөлек жаңағы сандық сипаттама деген тақырыпта жаңағы сабақ өтеді. Яғни логика ол. Соған дайындады. Сөйтіп 3 ай бойы, даже 4 ай, біз январь айында жаңағы мешқа документ тапсырдық. Онлайн түрде, жоқ онлайн емес, офлайн түрде барып тапсырдық. Өздері уақыт береді, 2 апта ма, ұмытып қалдым қазір, уақыт береді. Сол аралықта барып құжатты тапсырасыздар. Сосын бұл жерде тағы ескеретін жайт, баланы чтоб морально дайындау үшін ништа пробный тест деген болады. Міндетті түрде соған балаңызды апарғандарыңыз жөн. Өйткені бала алдын ала уже қандай сұрақтар болады, жалпы қалай тәртібі қалай деген сияқты алдын ала бала уже психологически морально дайын болады. Мен соған баламды жаздым, 3000 теңге, яғни онлайн түрде жазылды. Оплатаны төледім, через народный карточка. Каспий қабылдамады, қазір білмеймін, мүмкін өзгерген шығар. Бірақ осы биыл народныйды қабылдады тек қана. Мен народныймен төледім. 3000 ба, 5000 ба, 5000, шатаспасам, кажется, 5000 вроде бы. 5000 теңге төледім бір пробный тестіне. Содан сондай пробный тесттің балам 2-еуіне барды. А жалпы ондай пробный тесттер саны 5 болады. Енді біз 2-еуіне бардық. Балам жалпы көрді, қалай не болатын. Я мысалы жаңа психологически морально дайындалады, бала уже білет, жүріп тұруын білет, қандай қалай толтыру керек деген сияқты. Ол жерде уақыт береді, уақытқа жаңа икемденеді деген сияқты. Содан нәтижесі прям жақсы болды деп айтпаймын ол кезде. Өйткені ол кезде интенсивті бастаған жоқ етін, енді бастап жатқан етін. Сонымен интенсивті апта сайын тест өткізіп жүрді. Апта сайын осы нәтиже бізге WhatsApp чатқа мұғалімдер жіберіп отырды. Осындай нәтиже, осындай балды бізге апта сайын мұғалімдер жіберіп отырды. Сосын мен тест бойынша байқадым, баламда ағылшын төмен екенін байқадым. Содан мен алдымда ағылшыннан жеке мұғалім іздедім. Жеке мұғалімді алдымда барып жүрген, сол кісіге дайындаңыз деп едім. Бірақ ол кісіде общий дайындық, яғни ништің өзінің басқа сұрақтары болады. Емтиханда кезетін басқа сұрақтары болады. Содан зерделінің өзінде пән ағылшыннан беретін мұғалім болды. Ол кісі яғни ағылшында ништа қандай сұрақтар кездесетінін біледі. Яғни нишқа дайындау керектігін жобасын біледі. Сол кісіге алдымда, ол кісіде 2 ай дайындалдым, 3 ай дайындалдым, есіме шығып кетті қазір. Сағатта 3000 теңге төлеп, соған қатыстырдым. Сол нәтижесінде біраз өте жақсы несі көтерілді ағылшын деңгейі. Содан апрель айында емтихан жалпы ништан 2 турдан тұрады. 2 турдан болғанда 2 этаптан тұрады. Яғни бірінші күні ол сандық сипаттама, математика, сандық сипаттаманың логика, ол сандық сипаттама, математика және жаратылыстану. Жаратылыстану пәнін биылдан бастап қосты. Арғы жылдары жаратылыстану пәні болған жоқ етін ништа. Бірінші күні осы пәндер бойынша болды. Екінші күні тілдер бойынша болды. Яғни ол жерде орыс тілі, қазақ тілі және ағылшын тілі. Осы 3 тілден болды. Кейін бізге нәтижесін 40 күннен кейін бірақ шығарамыз деді. Енді 40 күн басталды күту. 40 күн деген кәдімгідей шыдамдық қажет етеді. 40 күн бойы күттік. Содан кейін сәуірдің 14-15 болды. Одан кейін сәуірдің аяқ жағында, сәуірдің 30-ында КТЛ-ға емтихан бірінші тур басталды. Яғни бірінші турда КТЛ-да менің балам өзі тарихтан жақсым деп оған дайындыққа барып жүрген жоқ интенсивті.
Бұл жерде тарих, қазақ тілі және математика осы 3 пән бойынша. Орыс тілі оның ішіне кірмейді, ағылшында кірмейді. Осы 3 пән бойынша тест өткізілді. Бұл жерде тағы айта кететін жайт, балдардың, ұлдардың және қыздардың тесттері 2 бөлек болады. Яғни КТЛ дегендеріміз, ол сіздер білесіздер, иә, қыздардың лицейі бөлек, ұлдардың лицейі бөлек. Содан балам жаңағы ұлдардың несі қабылдау несі порог несі балның несі жоғарылау қыздарға қарағанда. Содан біз кірдік, 2 аптаның ішінде нәтижесін айтты. Балам айтты, ой, оңай болып шықты деді. Нәтижесін айтты, 149 деп тұр. Бұл жерде проходной балл 150. Содан мен көңілім түсіп кетті. Қалай бол, еще бізге резерв деп шықты. Сосын мен ертесі күні бардым КТЛ-ға. Завучпен сөйлестім, қалай резерв деген қалай болады, екінші турға біз өтеміз бе, өтпейміз, қалай болады деп едім. Резерв деген бізде бұрын сонда ондай жоқ етін, биыл ғана сондай қабылдадық. Ал сіздің екінші турға өтеміз өтпейміз, біз оны үшін ақылдасамыз дегендей айтты маған. Сізге өтетін екінші турға баратын болсаңыз, біз сізге звондаймыз. Сыныпты күтіңіз деді. Мен айттым, обязательно звондайсыздар ма деп, жаңа мен кәдімгідей қобалжып тұрдым. Содан кейін я звондаймыз деді, егер де өткетін болсақ звондаймыз деді. Содан апелляцияға берсеңіз болады деді. Апелляция, так, ништа апелляция жоқ, РФМШ-да апелляция жоқ, осы айтып кетейін. Және де зердеде апелляция бар. Зердеде апелляция бар, Астанада оқитын болсаңыздар. Сөйтіп, апелляцияға берсеңіздер болады деді. Маған 1-2 күн ішінде тексеріп берді. Апелляцияға, яғни қорытынды өзгертілмеді, сол күнмен 149 қалды. Сөйтіп жүргенде, уже емтиханға 2 күн қалғанда маған звондап тұр. Айбек сіздің ұлыңыз ба? Осылай аты жөнді айтып, я дедім, бұл биыл мектебінен сіздер екінші турға шақырыласыздар деді. Ой, сол кезде қалай қуанғанымды көрсеңіздер ғой. Қатты қуанып кеттім, прям балама давай деп мұғалімдерге звондап, зерделідегі қазақ тілі мұғаліміне, тарих мұғалімдеріне звондап, маған тестті беріңдер, балам дайындалсын деп, олар электронды түрде маған жіберді. Мен соны балама шығарып бердім. Через ноутбук принтерға шығарып, оған мен айттым, мә дайындал. Сенде 2 күн уақытым бар. 2 күн даже 1,5 күн ғой. Жексенбі күні уже емтихан таңертеңгісін. Сонымен балам дайындалды, оқыды, қайталады бәрін. Сөйтіп тағы да 2 апта күтеміз. Сөйтіп бір күні шықты, нәтиже шықты деп ата-аналар жазды чатқа. Бізде қырсыққанда сайт перегружен, кірмейді. Ой, құдайым-ай, қалай болады деп уайымдап отырдым, кәдімгідей өзіме алатындай. Сөйтіп, бірақта кірді, телефон арқылы кірді, содан кейін өтті дегенде, ой, қуанғанымды көрсеңіздер. Өзім кәдімгідей жүрегім жарылып, өзім түскенде прям қуандым. Өтті деген кезде. Ол жерде проходной балл 203 баллдан 230 балл балам жинады. Яғни, жалпы, тағы да баламнан қателік кеткені бірінші турдан мен айттым, қалай сен екінші турдан көп балл жинадың, чем нежели бірінші турға не? Бұл жерде жалпы бірінші турда бізде мынандай форс-мажор болды. Балам бәрін толтырып, жаңа емтиханда асықпай бәрін толтырған, енді сонда келгенде уақыт тақап қалғанда уже иінді бір номерін қате теріп қойған. Иінді бір номерін қате терсеңіз, бітті, қайттан бәрін көшіру керек болады. Оның үстіне бай сызғылап, ондай қабылдамайды, яғни қайттан көшіру, 10 минут қалды уже. Сосын кейін, давай біз саған 10 минут уақыт береміз, тест толтыр деді. И балам ана жерде білесіз ғой, 10 минут уақыт бергеннен кейін, ана жерде кәдімгі ентідағы тест, андай әріптер болады. И сол жерде әріптерім, видимо, шатасып кеткен болу керек. Еще КТЛ-дің тексеру өзінің әдісі басқа нишқа қарағанда, РФМШ-ға басқаша тексеру әдісі. Яғни бұл жерде сіз білмесеңіз, лучше оны белгілемеген жақсы. Белгілеп қате келтірсеңіз, наоборот сіздің жаңағы общий жинаған балыңыздан -4 балл алып тастайды. Сондықтан білмесеңіз, оданша белгілемеген артық. Сондай несі кет қалған болу керек, бір жерінде белгілеңіз дұрыс белгілемей қалған болу керек. Содан қатты қуандық, жаңағы әкесі баласына көрімдігін берді деген сияқты. Енді кезеңде РФМШ 2-3 турдан тұрады. РФМШ 1-ші турда ол баламның моя жалпы математикаға, тек қана математика болады. Басқа ешқандай пән қосылмайды. Яғни физика математика школа болғаннан кейін бұл жерде тек қана математика пәні ғана болады. Бұл жерде 1-ші турдан, яғни баланы жалпы білім тексереді. Математикаға қабілеті бар ма, жоқ па? Отбордан өткізеді. 1-ші тур тегін, егер біз сіздер 1-ші тур өтпей қалсаңыздар, тағы да мүмкіндік береді, бірақ ол на платной основе 2 мүмкіндік береді, на платной основе 3000 теңге. Сөйтіп, менің балам 1-ші турдан 20 есеп береді, 20 есептің 16 балл, проходной балл деді. Мен опять-таки қырсық қалғанда 15 балл жинады. Сөйтіп, давай деп 3000 теңгесін төлеп 2-ші турға жібердік. 2-ші турдан өтті. Содан кейін емтиханы осы жақында июнь айының басында болды. Тағы да май айының басында бізде Астанада зерде деген мектеп бар, соның емтиханы болды. Ол жерде қазақ тілі, орыс тілі, тарих және математика, осы 4 пән бойынша. Ол жерде ағылшын жоқ.
балам ол неден жерде өте тез тексереді, бір-ақ күнде нәтижесін шығарды. Мен соған таң қалдым. Ертесі күні бізге айтты, уже балаңыз өтті деген, грант деген бізге список жіберді. Балам, яғни ол жерде жалпы 600 бала бар тапсырған, 600 баланың ішінен менің балам 19-ші орында тұрды. Баламызды құттықтап, молодец деп, баламызды құттықтадық. Енді жаңағы КТЛ мен уайымдап жүргенде, қалай болады деп не алып жүрген кезінде мен есіме түсті. Біздің бір таныс әйел өткен жылы маған мақтанған еді, менің балам барлық мектептерге түсті деп мақтанған еді. Мен соған жаздым. Сіз қалай түстіңіздер, Астанада қалай түстіңіздер десең, біз Астанаға түскен жоқпыз. Біз Астананың жанында әрі қарай бір қалашық бар, Шутинск деген район бар. Сол жерде КТЛ бар. Мені балам сол жаққа тапсырды деді. Өйткені Астанада отбор өте жесткий, яғни проходной балл да жоғары бұл жерде, және де бала саны көп болғандықтан, бұл жақтан өту өте қиын болғандықтан біз Шутинскте тапсырды, Шутинскте өтті деді. Сосын кейін ойладым, бізде де сөйтсек болады екен ғой деп, мен ол жағын тіпті білмеймін де. Өткен оказывается көп ата-аналар, егер де өзінің балалар мүмкіндіктеріне сенбейтін болса, олар жаңағы жай ғана шағын қалаларға, мысалы Алматыда болсаңыз Таразға деген сияқты, Талдықорғанда болса Талдықорғанға деген сияқты, сол шағын қалаларға тапсырса, шағын қалалардың отборочный проходной баллы төмендеу болады. Яғни Астанаға қарағанда Астана, Алматы, бірінші Астана жоғары балл, екіншісі Алматы. Осы қалаларға қарағанда проходной балл төмендеу болады. Енді РФМШ-ға екінші турға бізді шақырды. Екінші турдан өткеннен кейін 2 аптадан 10 күн ішінде нәтижесін айтты, өтті деп шықты. Бірақ жалпы баламның көздегені о бастан еш болған. Бірақ дегенмен де зерделіде барлық ата-аналар 4 мектепке тапсырады. Яғни бұл жерде бала 4 неден қатысса, өтсе, бұл жерде однократный чемпион, двукратный чемпион, 4-кратный чемпион деп қанша мектепке өтсе, сонша мектептің жаңағы чемпион деп атағын алып шығады. Сондықтан да біз осылай 4 мектепке барлығына тапсырып, енді сіз ана білмейсіз ғой, қайсыны өтетінізді, қайсыны өтпейтінізді деген сияқты. Сондықтан да біз барлық 4 мектепке тапсырдық. 4 мектептің емтиханын өттік, Аллаға шүкір. Енді балам ниш деп отырды. Осы уақытқа дейін ниш деп отырды. Соның бір күні бізде ол кезде ниш нәтиже шыққан жоқ, бірақ біздің ағаларымыз айтты, сіздер қорықпаңыздар, сіздер өтесіздер деді. Жыл сайын ништа өз 2 бағыт болады, IB және ФМН. ФМН деген физико-математическое направление, IB деген ол жаңа информационный жағынан. Мен балам ФМН бағытынан тапсырдым. Содан ФМНнен жалпы жыл сайын 130-120 орын беріледі екен грантқа, ал IB бағыттан аздау 90-95 орын беріледі екен. Биыл ол көрсеткіш азайды, яғни ФМНнен 100 ғана орын берілді, IB-дан тек қана 80-85 орын берілді. Сол 100-ке менің балам ілінді. Содан бұл жерде ескеретін жайт, жалпы бұл жерде жоғары балл жинау ол да роль ойнайды, бірақ әр пәннің өзінің проходной пункті болады. Яғни біздің жаңа жерде оқитын бір танысымыз, олар 1151 балл жинады да, бірақ өтпеді, резервке түсті. Ал 900 бір бала, ол нишқа өткен. Бұл қалай болды десең, жаңағы біздің таныс бала, ол орыс тілінен өте төмен балл жинаған. Яғни 200-ден 50 балл жинаған. Ал жаңа 900 деген бала өткен бала, ол әр пәннен проходной балын, яғни бір өзінің проходной балы болады, 50% ба, сондай несі болады. Соны өту керек. Оны өтпесе бала өтпейді. Сондай енді нелер бар. Сондықтан, жаңа балам неште отырды. Неште отырған кезде бізді бір күн алды, билға шақырды, экскурсия жасасаңыздар болады деді. Бардық, балам екеуміз бардық, жарайды, үйде отырмыз, барып көрейік дедік. Бардық. Барған кезде алдымызда жаңағы бізді завуч күтіп алды, түрік кісі, Марат бей деген кісі Астанадағы. Сол кісі күтіп алды, түсіндірді, соны бірден алды. Жаңағы алқалар, яғни медальдер тұратын кабинетке апарды. Сол жерде сөйлесіп тұрдық, міне біздің осы уақытқа алған жүлделеріміз деп біз айтты, көрсетті. Сол кезде жаңағы завучтың қасына бір кісі келіп, сұрап тұрды, біз мән берген жоқпыз. Жай ғана бір физрук па, бір мұғалім деп біз оны қабылдаған жоқпыз, вообще 0 внимание. Сөйтіп, ана кісі шығып кетті, қайтып келді. Сол ортада мен анау медальдар ортасында кішкентай ғана сурет бар екен, мынандай кішкентай ғана сурет, там на 10-15.
сол жерде ана кісіні сүйреп тұр екен. Сосын мен түсіндім, что анау бағана кісі ол что это жаңағы олимпиадада ойнайтын кісі екенін түсіндім. Оған дейін бізге айтқан, бізде осындай кісі бар, рекорд гиннесқа енген кісі, мен мемуар гүл деп түсіндірген болатын. Сосын мен ана жерде мемуар гүл деп суретін көріп, ой сіз ба деп ана кісі тағы келген кезде, иә менмін дейді. Сосын кейін балам ана кісінің қолын ал, саған да жұғысты болсын деп сөйтіп қолын алғызып балама. Сосын кейін Марат бей аға мен немді көріп, бір күміс алқаның бірін шешіп алып, мен балам ойына тақты. Мә саған да жұғысты болсын деп ойланып көр деп сөйтті. Маған кезек келгенде ол кісі маған айтты, біз тек қана білім ғана беріп қоймай, сондай-ақ балаға социальный жағын дамытамыз деді. Яғни баланы тәрбиеге, волонтерствоға, бауырмалдыққа сол жағын бәрін дамытамыз. Олсыз қазіргі таңда выжить никак нельзя дегендей әңгіме айтты маған. Сондықтан бала тек қана білім жағынан емес, осы социальный жағында бала даму керек, сол жағын біз көп үлес қосамыз деді. Сосын жаңа балам әлем мұғалім көргеннен кейін, рекорд гиннесқа енгеннен кейін ол кісінің 3 шәкірті алтын медаль алған екен. Алтын медаль ИМО деген халықаралық олимпиада бар. Содан 3 жүлде алып келген шәкірті бар. Сон есебінде ол кісіге әлем мұғалім деген статус берілген және де рекорд гиннесқа енген. Сол кісі балам мен сұрады, ол кісі Ништанда ИМОға қатысама деп еді. Ол кісі айтты, жоқ, осы уақытқа дейін именно Астанадан ИМОға қатысқан бала болған емес деді. Кәкес шындықтын айтып тұрмын деді. Біздің балалар барады деді. Алматыдан Ништан барады, бір-екі бала болған деді. Бірақ Астанадан Ништан осы уақытқа дейін бала қатысқан емес деп сөйтті. Содан балам ойланып қалды. Ойланып ақырында түбінде жарайды деп КТЛ-ға түсетін болды. Жалпы осы сіздерге менің айтқаным ненің бәрі пайдалы болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетсеңіздер болады, барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Сәттілік сіздерге.